Жансен, сен оны... Аузын жап. Сен маған зуб ұстап тұрсың ғой? Тупоймын. Мен мен төрт бәрет деп. Саған күнім бұлай жүру ұнай ма? Мүшіге ғашық қой, бірақ мүшіге ғашық. Қайырлы күн или қайырлы кеш, білмейсіздер қай уақытта қарайтындарыңызды, құрметті біздің аккаунтымыздың тұрақты көрермендері. Бүгін бізде кезекті IQ-стар рубрикасы және де оның қатысушылары, менің жанымда отырған менің әріптесім Қаныбекова Анель, Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының төраға орынбасары. Қош келдің, Анель. Рахмет. Сәлем достар. Сендермен бірге менің қасымда отырған Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының төраға орынбасары Аманғали Жансен. Шапала. Қалай ойлайсыздар, сіздер қазірде логикалық сұрақтарға дұрыс жауап бере аласыздар ма? Кім жеңеді екеуі? Анель жауап берсін. Жауап берсей, өзің қалай ойлайсың? Білмеймін. Сіз енді физиксіз ғой, логикамен шамалы біраз жұмыс істеуі мүмкін. Мен енді өз басым айтайын, тупоймын. Андай кей нәрселерді бүйтіп қатты не қылмаймын. Но енді көрейік сұрақтан. Айтпақшы, біздің бүгінгі видеомыздың спонсоры Влажные салфетки өнімдері. Влажные салфетки сенің әрдайым таза жүргің үшін. Жақсы рекламный болса. Екі әке және екі ұл балық аулауға барды. Олар 3 балық ұстады, әрқайсысына 1 балықтан тиді. Бұл қалай мүмкін? Баласы әкесі Арманда неше алма бар дейсің ғой да? Үшеуі ғой, я. Шпарыға бар. Логикалық сұрақ қой. Сіз қандай сұраққа әрқашанда я деп жауап бересіз, оған жоқ деп жауап беру мүмкін емес. Сен? Қандай сұраққа? Енді қызың бірдеген сұраса. Жансен өзінің несімен деп опытымен. Сұрап мен сен жоқ демейсің ғой енді. Қандай сұраққа үнемі я деп жауап береміз. Анаң мен әкеңнің айтқан дүниесі. Ол логикалық сұрақ қой. Елім патриотта. Қандай сұраққа? Так. Я. Беру. Подсказка бермейсің ба, подсказка? Сіздің атыңыз Жансен ба десе, я дейсің ба? Сенің атыңды сұраған адам ба? Типа, Қалай жүрмін мысалы? Сіздің атыңыз Жансен ба деймін. Жоқ, мен Жансен емеспін дей алмайсың. бұл айтады. Мен тоқиын ғой. Значит, мен тоқиын ғой. Маған 5 ұпай. Сізге манағы 1 ұпай. Мама, сенде 5. Бір адам ұшақтан секіріп тірі қалды. Ол бірақ парашют қолданған жоқ. Бұл қалай мүмкін? Тірі қалдым да парашют. Может, типа, ұшақ қонды? Сол кезде түсті? Олай емес па? Солай, ұшақ жерде тұрған. Мынау секіруді ойлап жатыр. Секіріп. Вертолет ойлап жатыр. Джунглидің арасына түсіп жапырақтың. Қандай заттың басы бар, бірақ миы жоқ. Қолдары бар, бірақ ұстай алмайды. Аяқтары бар, бірақ жүре алмайды. Мүгедек біреу. Басы бар, бірақ миы жоқ. Миы жоқ. Қолдары бар, бірақ ештеңе істей алмайды. Аяқтары бар, жүре алмайды. Типа ойыншық? Қойш? Айтпа. Дұрыс уже? Ойыншық? Манекен емес пе? Жоқ. Дұрыс қой. Ойыншық қой. Бірақ андай уақыт бір ойлап отырсың және. Мен айтам деп ойлап қойдым мен. Соқта артық қойдым ғой. Келесі 5-ші сұрақ. Бір бөлмеде 4 бұрышта 4 мысық отыр. Әр мысықтың алдында 3 мысықтан бар. Бөлмеде қанша мысық бар? 4 мысық. Мен 4 мысық деп толық айтым, сен 4 дедің. 4 не болуы мүмкін? Бұрыш болуы мүмкін сенікі. Қандай затты тек сындырғанда ғана қолдануға болады? Қызды. Айтым. Бәрі қызға болады. Жақсының ойында тек қыз деп. Бірақ онда Олай логика болмайды. Сынатын қызсың ба дедім. Қызды сындырсаң. Қандай затты сындырғанда ғана қолдана аламыз? Ау Жансен деп. Так. Не сынады деп. Ана ойыншық бар еді ғой деп.
ASMR. Кешірім сұраймыз достар. Нені сындырсам? Подсказка берейін. Я. Мысалы, таңертең тұрдыңыздар, жуындыңыздар, дастарханға отырдыңыздар. Содан. Дәрет! Дәрет сындырып. Тұрған дәрет сындырасың ба? Ой, дастарханда отыра келгенсің. Ваннада қалсай беті қалды. Сол кезде айтсай. Дастарханға отырғанда не сындырасың? Тақ еп стол сындырмайсың. Жаңғақ жеп атсаң жаңғақ сындырасың. Жаңғақ! Жоқ, типа басқа. Типа Ж? жуа? Жуа сындырсың. Жұмыртқа! Я! Менің атым Жанат, мен Жұмақа. Егер де сізде бір ғана сіріңке болса, және де қараңғы бөлмеде шырақ, керосин шамы және де пеш тұрса, алдымен қайсысын Керосин. Спичканы. Я бірақ спичканы қаласаң ғана алларды пайдаланасың ғой. Шырақты Құрметті бірдеңе ауылым мұғалім деді. Сіздерді келіп жеткен белгені шын болды ғой тазашы. Допты лақтырғанда, доп сол ізімен қайта кері қайту үшін Бумеранг? Ой. Доп десің? Жарға лақтыру керек. жоқ, бірақ Төбеге. Рахмет достар. Маған менің GPI-имді төменде десем. үстел үстінде 3 стакан шиеті. Марат 1 стакан шиені жеп қойды, неше стакан қалды? 2. Жоқ. 3 стакан шие тұрды, Марат 1 стакан жеп қойды. Үшеуі тұр. 3 стаканда тұр, шиені сұрамадың. Стаканнан. Мен отыра берем болса да күлдіріп, біреу жауап бермейм ба? Аясы шама құлам айтып қойған. Мына жауап бересіз. Ой, жоқ. Қандай тас теңізде жоқ? Қандай таныс? Таныс. Танос сурет кететін жерде. Теңізде Қандай жоқ. тас теңізде жоқ? Құрғақ? Беріп қойғансыңдар. Мен кеш келген пайдалан. Сен маған зуб ұстап тұрсың ғой? Қандай жағдайда 2-ні 2-ге көбейткен кезде 5 болады? Қателесіп. Тувойын кейін түсінекті деп отыр. Қандай сөз әрқашан қате айтылады? Қате деген сөз? Торда 12 қыз отыр, оның 11-нен басқасы ұшып кетті. Торда қаншасы қалды? 11? Жоқ. 12? Тордан ұшамайды ғой. Төрт бұрыштан бір бұрышын алып тастаған кезде қиып, неше бұрыш қалады? 5? Дұрыс. Бұрышқа 4-еуінің біреуін алып тастаса, мына жерде 2 бұрыш пайда болады ғой. Ақтөбеде 1, Өскеменде жоқ, Алматыда 2, Астанада көп. Ол не? Әріпі. Бір әріпті ойлап отырмын да, Алматыда қандай 2 әріп деп ойланып отырмын ғой. Мен бірінші өде ойладым. Мен Өскеменде жоқ деді ғой. Өскемен жоқ деген не? Алып тастайсың не қойыңдар? Біздікі болғанымен басқалар қолданатын. Есімің. Айтып болмаймын ғой. Мен мына көріп ағам. Жақсы. Кері дайын отыр. Минус беріп алды деп. Мені ешкім түсінбейді. Неге? Өйткені сен қате сөйлеп отырсың. Мені ешкім түсінбейді, неге? Түсінбеймін десе қачамы. Мені ешкім түсінбейді. Мені ешкім түсінбейді. Неге? Ешкім. Нағып оған интонацияны жоғары қойдың десең. Значит, ешкі ғой? Ол түсінбейді ғой? мені ешкім. Менің ешкім. Типа, Ашкым деген сияқты. Маған барлығы махаббатқа тіреле береді. мына жерде кімнің әділет жауашаны ойлап кетіп жатыр. Қандай мысалы? Қандай кетсін?
Ана ерімізі сенен кейін тағдыр бір. Ананы қойшы, шыдайманы қой. Саған күнім ремикс түрін тауып алды. Андай билесе енді қойып жатыр ғой ойлайды. Келесі сұрақ. Машинаның қай дөңгелегі айналмайды? Запас! Әрине. Запас! Қосалқы. Дұрыс. Елімізде талдармен жасалған қорған қай? Талдықорған. Асықсыз ағай. Барған ғой мен Талдықорған. Андай аузында отырсаң. 3 рет барған ғой мен. Жүзе алмайтын адам суға түссе қалай шығады? Жүзіп? Батып. Өліп. Жоқ. Жүзе алмайтын адам суға түссе қалай шығады? Суға түсіп тұр, иә, бірақ ол? Иә, түсіп шығып тұр еще. Жүзе алмайды. Көмекпен? Жоқ. Балонмен теп? Жоқ. Қолтығынан сүйрейді. Шашынан тартып. Аяқпен теп? Жоқ. Қолмен? Жоқ. Бар варианты, бітті достар. Шықпайды ол. Жүзе алмаса. Шығып тұр деді ғой. Тұр, иә? Жүзе алмайтын адам. Жолға шығып тұршы, қалып күтім. Бас? Баспен? Жоқ. Миру бар подсказкасын берді достар. Айтып тастаңдар. Бүкіл 12 мүшесін айтып тастаңдар. Дене мүшеге қатысы жоқ. Мүшеге қатысы жоқ қой, бірақ мүшеге қатысы жоқ. Жүзе алмайтын адам судан шығып тұр. Жүзе алмайтын адам. Қалай шықты ол? Сұрайық деген өзін. Жоқ, ойлан Жансен. Осы біздің тағдырымыз шешіп тұр. Жансен екеуміз тең сияқтымыз. Жүзе алмайтын адам. Ең оңайын ағай жоқ деймін. Жүзе алмайтын адам. Жүзе алмайтын адам. Ең оңайын, мына тупой жауап береді. Десе да. Так, арифметика қысы ойлансың. Стипендиямен. Пенсия. Так. Жүзе алмайтын адам суға түседі. Қалай шығып тұр ол? Подсказка бар ма? Қандай болып шығып тұр ол? Сулы. Иә, ыстығы. Қалай демедің, сен қандай дедің ба? Қалай дедің? Су болып шығып тұр. Қаз, адам осы үшеуін не байланыстырады? Жоқ. Қар? Бар ғой жасымда адаммен. Ой. Сіз дәрігерге барып тұрсыз, дәрігер сізге дәрі береді. 3 дәрі береді. Осы кезден бастап жарты сағат бойы ішесіз дейді. Сіз дәріні қанша сағаттан кейін бітіресіз? 3 дәріні. 24. Жарты сағаттан. 1,5 сағаттай. 3 дәріні Сізге айтады, осы кезден бастап жарты сағат бойы ішесіз. Жарты сағат сайын ішіп тұрасыз. Сіз ол 3 штук дәріні қашан бітіре аласыз? 1,5 сағат. Сол кезде істей саласың ғой? 12 сағат. 3 сағат. 3 дәріні әр сағат сол кезден бастап жарты сағат сайын ішесіз. Қанша сағатта бітіресің? Ішіп біткен кезде? Дәрі біткен кезде? Зат енді. Петличкасы қосылмай қалмас ойлаймын. Бүкіл жауап онда маған келеді. Дауыс естілмейотса, иә. 3,5 да. 90 минут деп. Ол дәрі қаншалық нешеу десең? 3 дәрі. Біреуін уже ішіп тастады, қалған жарты сағат. 1 сағат қой? Айтты ғой? Қашан? 1,5 сағат, 1 сағат, 2 сағат, бәрін көрдім, иә, 1 сағат. Логика, сен айтпадың ғой есептеп. 1 сағат, 2 сағат, 1,5 сағат. Түйе, қайсысын атып береді Жансен? Мен логика, так 3 сағат, так 3 таблетка болса дедім мен, так примерно аз сағат деп. Ол есептемеді достар. Маған. Есептедім мен. Жансен сен оны... Аузын жап. Жансен оны сенімді айтпады достар деп. Болды, маған жазылды, 1%. 3-ке дейін деп андай. Өткін кеспедік. Ес, маған. Жарайды. Амел өтті. Құрметті көрермендер, жалпы... Кімнің өтқанын біліп тұрған шығарсыздар. Кім ұтса да... Достық ұтты десең. Шындықты ұтқан жоқ, әрине.
Я бүгін біз кезекті IQ-стар жобасын, яғни рубрикасын аяқтаймыз. Және де біз келесі кімді шақырамыз? Айбар мен Нұртілекті шақырамыз. Жоқ. Неге? Нұртілек пен Сабинаны шақырайық. Давай. Сізге рахмет, Анел мырза. Рахмет, Жансен. Арнамызға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де таратыңыздар видеоны. Күшті Казун Сұңғар YouTube арнасын. Және біздің қаншалықты білімді екенімізді көрдіңіздер. Ұбт-дан сен оқып қойдың ғой. Сол, давай. Сау болыңдар, достар. Сау болыңдар. Өшізей? Нағы өшірмейсің. Алашан кәгін. Рекламный пауза тағы теп.